Өскінбай бірде Борсымұрын Қарабаш жеріндегі ағайыны Қамысбай Балқасым бидің ауылына келеді. Болыс билердің арасында желпініп отырған Балқасым үйге кіріп амандасып болған Өскінбайға: «Ай, Өскінбай, сенің нағыз жыршы екеніңді білейін. Мынау Қаратүйе Манатадан бастап теңізді жағалай Маңғыстаудың Қаройының жер суларын түгел жырлап өтші» депті. «Айтқаныңыз болсын, бәске не тігесіз» депті Өскінбайда. «Не қаласаң, соны беремін» депті би. Балқасым бидің жақында төсек жаңғыртқанын білетін жырау: «Сол жас тоқалыңызды бересіз бе, айтқаныңызды орындасам» деп бидің осал жеріне жоқса сұрақ қойыпты. Биді айнала қоршап отырғандар: «Әй, мынау не деп кетті» деп қалсады. Сонда шалқып отырған би: «Жә, елде ұрғашы құрып қалған жоқ, жырлай алса айтқаны болсын» депті. Оны естіген Өскінбай домбырасының бұрауын түсіріп алыпты да төгілте жөнелтті. Қаратүйе Маната кертіменен сындыны бөрі баспен бағданы біз айталы жанада. Одан бұлай сұрасаң оғланды да ербекет, әр уақытыда ереді қысылғанда болған сеп. Әй, қарамай әкендірлі қан сутамды көгесем, Қарасай мен Қызылсай жаман жолмен қыңырақ. Алыстығын байқасаң тау тұрған бұлдырап, одан әрі ылдыйда сақ сорқа мен сүмбесу. Жерін байқап қарасам сексеуілді қалыңну, өркеш өрі бар қаясан мен шағала. Әй, қыстың күні болғанда соның құмын панала. Одан әрі қарасаң бүйір басы күріптау дүлдүл ата әулие. Кереметін сұрасаң тастан соққан бар түйе, іргесінде тап соның құрғызыл мен сүйе бар. Оның бәрін жаратқан бір жасаған ие бар. Одан былай суларын қара сеңірек бозат бар, қосашы мен шанақ бар. Теңізін байқап қарасам әрбір түрлі талап бар. Оның арғы басында ауылым құйжақта не бар, қақпақтысы қасында қара суды қақжарған темір баба және бар. Оның бұлай қасында көзді ойықпен құрт кетіп кендірлі деген жерінде жамандау салған қала бар. Оның бұлай қасында тас ұшшы тоқпақ қызық бар. Мұны отырған Ділмардың қай сөзінде бұзық бар. Қожанияз қызыл ақыр бар, өлмей тұрып дүние ай қызыл тілім тақылдар. Оның бұлай қасында жыланды мен құрық бар. Шын сөйлесе Ділмардың арқа құрты құрыстар. Оның арғы қасында үрпек сарша исан бар. Қызылғұм деген жерінде қауын салған диқан бар. Оның бұлай қасында қос ойық пен еже бар, қарағым мен қызылжар. Өмірзақ мен Ағеспе Қошқарата қолтық бұйрық бар. Алтықлаш әулие пәрмені мен Алланың сонда орнаған бұйрық бар. Қара жалшы Ақшұқыр қажы болып машырып медресе мешіт салдырып бал оқытып жақсы тұр. Ай, оның бұлай қасында күлкілі құйжақ саура бар. Сұғынды тауын жағалап аралды үрдік барсақ сауда бар. Оның арғы қасында ақ кетікпен қала бар. Мешіт салған қаладан ендей жақсы дана бар. Тау менен өрлесен қара су мен Саназар ақсу қолмыш және бар. Ой, ақ кетіктің қасында жаңа қала мәйек бар. Патша құрық салғасын, жер жандор салғасын, замананы мұнар шалғасын, қайпендеде дәйек бар. Оның бұлай қасында қара құдық қараған, мұна жүрген пенденің пайғамбардың үмбеті бәрі қақтан жараған. Әдірет алшық мерет бар, айта берсен таусылмас шыршыңызда дерек бар. Тағдыр жетсе пенденің қайсысында кезек бар. Жаз жайлауға күнісі қарағашты борлы өдек бар. Теріс жаға жерінде жайлай қалсам көзек бар. Онан бұлай қасында тұщы құйы шатпенен көгала тас бауыр бар. Бұл шат деген жерінде көшпей тұғын белгілі көрпе деген ауыл бар. Оның бұлай қасында Қазбайырдың гектарталы талай жұрттың жауласып көп қырылған жереген. Ата талған себебін сол кісіге артады. Ана отырған Дәніспанның атасы Садыр деген бап екен. Түркістанда оқыған 38 бал екен. Әмір мағруп бұйрықпен жайың содан болсын деп. Таушықпенен ұланақ бір түнде ұшып Дәніспан тауы соған келіп сұламақ. Оның бұлай қасында жыңғылды мен қарқың бар. Балдағы алтын ақ бұлат суырсаң жауға жарқылдар. Оның бұлай қасында үш жібек пен бес құлақ жайылып жатқан тауындай өңшең таушы ешкілақ.
Оның бұлай қасында аққау мен керіз бар. Тарихтан қалған жон екен, аңызы қылған айтулы қала салған жерің бар. Оның бұлай қасында ағашты шаңда құлынды бар. Шоң деген судың басында, құрман әлі Хазірет мешіт салған оңды бар. Оның одан әрі жүрсеңіз өңі жемен шейлі бар. Бұрын көткен қарттардан ендей дана мейлі бар. Қатты қойы епі өгіз өреуілі түркмен қонған жер екен. Ғиратын қиғаш мінгізген батыр туған сол күнде ата аталған көреғылы. Оның бұлай қасында жаңғыз еспе маната, таусым таутымсығы бердалы жаңғыз еспе маната. Мұны отырған бабекем, сөге көрме сөзімді мана қайтқан жеріме, жаңа келдім жанатаң. Өскінбай жырын кідіртіп, тершіген маңдайын сүртіп, алқа отан отырғандардың лебізін күтіпті. Тыңдаушылар болса айтылған тың жыр жолдарына ұйып қалғандары соншалық қапелінде ауыздарына сөз түспей отырып қалыпты. Сонда Балқасым Өскінбай уәдесінен шыға алмады-ау депті. Неге деп жұрт оның бетіне аңтарыла қарап қалыпты. Өскінбай менің ауылыма дейін жырлай алмады. Олай өтті, бұлай өтті. Мен ортада алаңсыз жас тоқалыммен қалып қойдым деп уәж айтыпты. Мұны естіген Өскінбай домбырасының бұрауын қайтадан түсіріп алып, әлгі жерлерде неге айтпай кеткен себебін дәлелдеп, тағы төгілте жөнелтті. Қарағанмен босағаны, қарашықпен сайғұдық, бесоқтымен тоңашаңы, малы жатыр оңаша. Жаққан отын қарасаң, сексеуілді томаша. Оның бұлай қасында, ақша құймен машырып, жажы жайсыз болғасын айтпап едім жасырып. Мырза ерменен бас құдық, жылқыға жайсыз болғасын айтпай кеттім қас қылып. Бекіменен сәукеттің төрткілі жатыр қас қиып. Қанды баспен жантақты, ұйқылымен бұр жақтым. Үш құймен саура ортада айтпай кетер деп бедің, сауытты менен құй жақты. Бал шашыңгір суың бар, жұмай бұлақ қара сеңірек. Ел келгенде паналап, мал жаюға кеңірек. Мал жайғаның не керек, ұрасы көп төңірек. Оның бұлай қасында жиделменен ақ бұлақ. Қыстың күні болғанда, ащы судан іш алмай, кембір шала тышқақтап, мұз ойар елі шапқылап. Оның бұлай қасында өдек мыңер суың бар, мыңер судың басында қалың қамыс нуың бар. Қана қылған сол нуды ит құстыген қуың бар. Оның бұлай қасында аса түскен дөңдері өзен шынжыр белгілі. Борсы мұрын қарабас шөбін байқап қарасам, құйырғын жусан аралас. Қызыладыр аста ой, ол ит деген арамас. Күн жаумай елі бар алмас. Оған жалғас көлбеген қауынды мен қорғанбай. Уақ малға жайы жоқ, екіш қара күнелті байды. Азғана көн тұрғанда. Арқалы ақын жырын тәмамдап, тағда жұрттың айтарын тосады. Ақынның өнерінен амалсыз жеңілген би, ағаңда жасарып келе жатқан жоқ, мен өлгесін ақ тоқалды, сен алмай кім алар дейсің деп жантая кетіпті. Бидің қасында Тіней Шенен, Күмісбай, Біләл, Қаржау, Найзабек сынды белгілі билер бар екен. Олар да ағаңның қартайғанда көрген қызығын, жел сөзіңді бұлдап тартып алып қайтесің деп тоқтам беріпті дейді.